Бәріңе сәлем. Сіздермен кино әлемі. Бүгін мен сіздерге «Кекса не будет» фильмін қысқаша баяндап беретін боламын. Стой. Қамқор үш ата-ана қыздарын бірінші сыныпқа жібереді. Қыздар мектептің кіреберісінде танысып, құрбыларға айналады. Олардың ата-аналары да достасуға дайын сияқты. Бірақ олар тек балалар үшін ғана араласатынын түсінеді. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Джули, Кайла мен Сэм өсіп қалды. Енді олар мектеп бітіруге дайындалуда. Олар ең жақын достар, бірақ олардың ата-аналары бір-бірін әреңдегенде көреді. Кайланың әкесі Митчелл әлі де Джулидің анасы Лизамен қарым-қатынасын жақсартуға тырысуда. Бірақ Сэмнің әкесі Хантерді ешкім елемейді. Өйткені ол әйеліне опасыздық жасап, отбасын тастап кеткен. Лиза мен Джули тату өмір сүреді. Бірақ Лиза қызының жақын арада колледжге кетуіне алаңдайды. Митчелл отбасында кір жууға және балаларға жауапты, ал әйелі көп жұмыс істейді. Митчелл қызының есейіп, оның бірте-бірте әйелге айналып бара жатқанын білгенде қатты шошып кетеді. Джули Остинмен мектепте кездесіп жүр. Ол онымен мектеп бітіру кешінен кейін жатқысы келеді. Ол бұл туралы құрбыларына айтады және Кайла да пәктігін жоғалтуды шешеді. Осы мақсат үшін ол өзімен бір партада отыратын Коннорды таңдайды. Макгрегор емес басқа. Сэм жігіттерге қызықпайды, себебі ол лесбиянка. Ол Анжеликаға жасырын ғашық, бірақ ол басқа қызбен кездесіп жүр. Үйіне қайтып келген Джули Калифорния универінен хат алады. Ол өте қатты қуанышты, бірақ анасын айтудан қорқады. Өйткені ол қызының үйге жақын жерде оқығанын қалайды. Қыздар бітіру кешіне қарсы киінді, бірақ олар оған дейін Джулидің ауласында кеш өткізіп жатыр. Сэм ата-анасымен әңгімелесті. Олар достарды ортақ мүддемен бірлескен іс-шаралар біріктіретінін түсіндірді. Егер бұлай болмаса, құрбы қыздар ажырасып кетуі мүмкін. Сэм өзінің құрбыларынан айырылып қалмас үшін бітіру кешінде жігітпен жату керектігін түсінеді. Олар күдіктеніп қалмас үшін қыздармен кездесіп, оларға өз шешімін айтады. Митчелл Кайланы кешке әкеліп, Лизамен сөйлесуге барады. Ол оның қоңырауларына және бірге уақыт өткізу шақыруларына жауап бермегеніне ренжиді. Содан кейін лимузинмен Хантер келеді. Бірақ Сэм одан ұялып, онымен араласқысы келмейді. Қыздар мектеп бітіру кешіне баруға дайын, ал Лиза қызның шапанын алу үшін үйге кіріп кетеді. Қыздың үстелінің тартпасынан Калифорния университетінен келген хатты тауып алады. Ол қызның Остинге ғашық болғанынан баруға шешім қабылдағанын түсінеді. Лиза қызын шығарып салады, бірақ бұл туралы онымен сөйлесуге батылы бармайды. Митчелл қызының жігітімен кездеседі. Ол қандай да бір жігіттің ханшайымын бітіру кешіне апарып жатқанына наразы, бірақ көнуден басқа амалы жоқ. Ал Хантер Сэмнің Четпен бірге жүргеніне қуанышты. Ол қызының лесбиянка екенін біледі, сондықтан ол үшін алаңдамайды. Лимузинде отырып қыздар хат жазыса бастайды. Олар барлық хабарламалар Джулидің өшіруді ұмытып кеткен ноутбугында көрсетіліп жатқанына күмәнданбайды. Митчелл Лизаға кештен соң көмектесуге қалды. Олар әңгімелесіп отырып, Джулидің бөлмесінен шу естиді. Бұл нақты осы уақытта қыздардың хат хабарламаларын көрсететін чат хабаршы. Басқа себептермен Хантерде қалады. Ол Джулидің бөлмесіндегі дәретханада отырады. Содан кейін Лиза мен Митчеллдің қыздардың хатын оқып жатқанын көреді. Қыздар эмоция арқылы сөйлесуде, бірақ ата-аналар бұл шифрды шешіп алады және таң қалады. Олар қыздардың жігіттермен жатпақшы болып жатқанын түсінеді. Лиза мен Митчелл қыздардың қорқынышты қателіктерден құтқарғысы келеді. Ал Хантер өзінің Сэміне сабырлы, өйткені ол қыздарды ұнатады. Ол Лиза мен Митчеллді тоқтатуға тырысады. Оларға қарсы күресе алмағасын бітіру кешіне бірге барады. Балды құрбылар керемет көңілде өткізеді. Сэм Анжеликаны көріп, онымен сөйлесуге кетеді. Анжелика сүйікті құрбысымен ажырасқанын айтады және өзінің де лесбиянка екенін түсіндіреді. Сэм жігіттердің ұнатпайтынына көз жеткізу үшін Анжеликаның техникасын қолдануды шешеді. Достары оны көл үйіндегі кешке шақырғанда, ол Четті сүйеді және артынан жиіркенеді. Хантер қыздардың балды қалай тастап кеткенін көрді. Олардың кайфын бұзбау үшін Лиза мен Митчеллге бұл туралы ескертпейді. Дегенмен ол да Сэмнің Четті сүйіп жатқанын көріп ашуланады. Ол қызының құрбыларынан ажырамау үшін өзін қалпақ киген ақымаққа беруге дайын екенін түсінеді. Хантер қызының шынайы қажеттіліктеріне қарсы шыққанын қаламайды. Сондықтан да іске араласуды шешеді. Уайымдаған үштік ата-аналар Остиннің үйіне барады. Олар терезе арқылы біреудің сүйіспеншілікпен айналысып жатқанын көреді және оны Джули деп ойлайды. Бірақ ол Остиннің ата-анасы екен. Балаларының үйде жоқ екенін пайдаланып, махаббатпен айналысып жатқан көрінеді. Олар көрермендерді байқап ауызға шығады. Остин оларға барлығы туралы жазып жатқанын және енді олар көлдегі үйге бар жатқанын хабарлайды. Бірақ олар үйдің мекен-жайын айтудан бас тартады. Митчелл әйелінің осы үйдің дизайнымен жұмыс істегенін есіне алады. Үшеуі Марсидің қағаздарындағы мекен-жайды табу үшін оның орнына барады. Сыбайластар өздерін тыныш ұстайды. Бірақ Марси оларды естіп, не болып жатқанын білуге келеді. Митчелл сылтау айта бастайды. Марси оны сөге бастағанда, Лиза оны алаңдатып тұрады. Митчелл дұрыс мекен-жайды тауып алады да қашып кетеді. Джули, Кайла мен Сэм мас болып көңіл көтереді. Кайла Кондормен бірге жеңіл наркотик қолданып көреді. Бұл кезде олардың ата-аналары кешке келіп ішке кіруге тырысады. Бірақ жас жігіттер оларды кіргізбейді. Олар тек бір жағдайда ғана өткізуге келіседі.
егер олардың бірі сыраны олардан көбірек ішсе ғана. Ата-аналар кеңесінде сыраны Митчелл ішеді деп шешеді. Олар оның бөкселерінің арасына түтік салып, көп құя бастайды. Бітірушілер түтік салып жатқандай кейіп танытады. Содан кейін полиция келіп, Митчелл, Лиза, Хантерден бастап барлығы тарап кетеді. Түтікті артынан суырып алып, үш ата-ана балаларының лимузинінің артынан қуып кетеді. Сэм көп ішіп қойғандықтан ауыра бастайды. Ол Четтің алдына құсып жібереді, және ол да қарсы құсады. Осылайша снарядтар іске қосылады. Тіпті жүргізуші де азын-аулақ шығарып қойды. Құсудың бір бөлігі Лизаның көлігінің алдыңғы әйнегіне түсіп, ол шұңқырға ұшып кетеді. Ата-аналар енді қууды қайта жалғастыру керектігін шешіп жатқанда, балалар киім ауыстыруға тоқтайды. Джули анасының хабарламасын көріп, оған қоңырау шалады. Лиза қызына ренжіп, оның Калифорния университетіне түскенін және бітіру кешінде пәктігін жоғалтқысы келетіні туралы білетінін айтады. Джули де анасына ренжіп, ойындағысының бәрін айтады. Жолдан тапқан бақытсыз ұрпақ екенінде. Лиза, Митчелл, Хантер, Остиннің ата-анасы Кэти мен Рунаға барады. Олар Рунаның телефонын ұрлап, оның ұлының қайда кеткенін көргісі келеді. Лиза мен Хантер Митчелл артына түтік тығындап көргендіктен біреудің үйіне кіру ол үшін түкіргенмен тең. Ішінде оны тосын сый күтіп тұрды. Кэти мен Рон жалаңаш күйінде көздерін байлап біртүрлі ойын бастайды. Оның серіктестері Остиннің қобалжыған ата-анасына қарамастан Митчеллді құтқаруға келеді. Олар телефонды ұрлап үлгереді және бітірушілердің жаңа мекен-жайын біледі. Кеште Остин Кайлаға Джули анасымен сөйлескеннен кейін ренжулі екенін айтады. Кайла досының көңілін көтеріп, Остинмен жату үшін бәрін реттегісі келеді. Ол қонақ үй бөлмесін безендіріп, сол жерге ғашық жұпты жібереді. Бірақ оған дейін бөлмеге Лиза кіреді. Ол қызының бірінші рет болуы маңызды екенін және барлығы Джули қалағандай болу керек екенін түсінеді. Сондықтан ол оған араласпауды шешеді. Бірақ Остин мен Джули кіргенде оған төсек астына толуға тура келеді. Лиза қызының мұны қалай істеп жатқанын көрмеу үшін есікке қарай жүгіріп шығып кетеді. Кайла да Конормен бірге бөлмеге кіреді. Тек ол кексті қаламайды, бірақ аральды кекске қарсы емес және Конор бәрін дұрыс жасайды. Олар аяқтаған кезде Митчелл бөлмеге кіріп, Конорды нағыз балуан сияқты қабырғаға лақтырады. Митчелл қызымен сөйлескеннен кейін оның ересек екенін және өзі дұрыс шешім қабылдай алатынын түсінеді. Сэм де Чет арқылы пәктігінен арылуға тырысты, бірақ ол тез әрі ыңғайсыз аяқталды. Сэм Четті қолмен қуантуды таңдады. Ол жанасу үшін қандай мүшелік болатынын тексеруді шешті және бәрі ойдағыдай болды. Осыдан кейін Чет кетіп қалды, ал Хантер қызын жалғыз тапты. Ол оған ештеңе болмаған және өзінің лесбиянка екенін айтады. Бұл мойындау әкесіне қатты әсер етеді. Әрине ол Сэмді қолдайды. Лиза, Митчелл мен Хантер қонақ үй барында жиналып ішуді шешті. Лиза мен Митчелл тіпті Хантерге қалуды өтінді. Олар бұрын олай ешқашан айтпаған. Құрбылар бір-бірінің жаңалықтарымен бөліседі. Джули өзінің Остинмен жатқанын, Кайла тәжірибесі туралы, ал Сэм өзінің қыздарды ұнататынын мойындайды. Ол достары бас тартады деп қорықты, бірақ олар қуанышты болды. Ақырында Анжелика қасына келіп, екеуі сүйіседі. 3 айдан кейін қыздар оқуға кетеді. Олар ата-аналармен жүректі тебірентетіндей қоштасты. Кеткеннен кейін олар Лизаны жалпы чатқа қосып, оларды қорқыту үшін есірткі және басқа жолдарды талқылай бастайды. Лиза, Митчелл, Хантер бітіру оқиғасынан кейін дос болып қалды. Митчелл мен Марси Остиннің ата-анасының тәжірибесін қолданып, жалаңаш ойын ойнайды. Осымен фильм аяқталады. Осы секілді өнегелі фильмдерді тамашалау үшін лайк басып қойыңыз.